Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қызылшадан дәмді әрі өте пайдалы салаттың рецептісін ұсынамын. Бізге керек суға піскен 2 қызылша және 2 тісше сарымсақ, майонез керек болады және грек жаңғағы. Бар болған осы заттардан дәмді салат жасайтын боламыз. Үкішімізден қызылшамызды өткізіп аламыз. Жасалу жолы өте оңай, әрі адам ағзасына берер пайдасы мол. Бұл салатты сізде жасап көруге кеңес беремін. Бірден сарымсағымызды да осы кішкентай бөлігінен өткізіп аламыз. Грек жаңғақтарымызды ұсақтап тураймыз. Бұл салаттың жасалу жолы өте оңай болғандықтан кез келген жанның қолынан келеді деген сенімдемін. Сарымсақ қосылып және грек жаңғағымен өте дәмді бір үйлесім табады. Бұл салатты міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Достар, егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Осы орайда шым-шым тұз салып араластырып жатырмын. Біркелкі майонезіміз араласып болғаннан кейін жарты сағатқа холодильнигімізге қалдырсақ болады. Мінекей біздің салатымыз дайын. Еш қиындықсыз, оңай, әрі күнделікті бұл салатты жасап тұтынсаңыздар да жалықпайтын керемет бір ерекше салат. Сіздер де жасап, отбасы мүшелеріңізді қуантуға кеңес беремін. Әрі кімде қаназдық туындаған болса, күнделікті осындай дәмді қызылшадан салаттарды жасап тұтынуға кеңес беремін. Бұның да өте көп көмегі бар. Төменге қызылшадан жасалған салаттарымның тізімін қалдыратын боламын. Сонымен достар, мінекей біздің салат дайын, дастарханға ұсынуға болады. Астарыңыз дәмді болсын.